Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен денсаулыққа пайдалы, өте дәмді жеміс салатын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең бірінші қызыл алмамызды 4 бұрышты етіп турап шығамыз. Одан кейін сары түсті алмамызды дәл солай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Кивиміздің сыртын ашып, оны да дәл солай 4 бұрышты етіп тураймыз. Енді мандаринімізді ортасынан ажыратып, оны да турап аламыз. Және де апельсинімізді тураймыз. Сыртын ашып тастаймыз да ішкі бөлігін турап шығамыз. Достар, маған тіркелмеген жандар болса, маған тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Сол кезде менің видеоларымды ең алғашқы болып көріп отырасыздар. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Сонымен қатар анарды қосамыз. Анарымызды осылай барлығын бөліп аласыздар. Барлық жемістерімізді бір ыдысқа жинап саламыз. Одан кейін кез келген йогурт түрін алып, оны қосамыз. Егер көбірек жасасаңыздар, 2 штук йогурт қосасыздар. Ал егер азақ жасасаңыздар, 1 йогурт жеткілікті болады. Енді жемістеріміздің барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осымен біздің жеміс салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Адам денсаулығына өте пайдалы. Қалауларыңыз бойынша кез келген жеміс түрін пайдалануға болады. Осылай бір ыдысымызға салып ұсына береміз. Видеом сіздерге пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әлия, қош сау болыңыздар.